Мінекей біз қазір сетка балан тігеміз, қазақша көйлек дейді. Ол үшін біз юбканы трапеция сияқты алып, мына жерден 6 сантиметрден осылай сызып аламыз, а мынауымыз біздің 15 сантиметр ширинада болу керек. Мінекей 15. Оны біз былай бүктеп, осы юбканың етегінен бастап уже тіге бастаймыз. Оны қазір сіздерге көрсетемін. Мінекей мына 15 сантиметр еді, осылай бүктейміз. Сөйтеміз да мына жерге қойып, бірінші баланды дайындап аламыз, лапканың астыманан. Бірлеу қылып, бізге мынандай не керек? Мына қазір жақындатып сізге көрсетеді. Мінекей осылай алып, бүктеу арқылы біз тіге бастаймыз. Мынау керек. Осыны алып, мына жерден бастап, битіп, қолымызбен көмектесіп, бүктеп отырып, міне. Енді бұл өте жай тігіледі. Ұқыпты тігіп алуымыз керек бұны біз. Мына екеуін қатар қойып. Мына бір жерден алып, осы жерден ішіне кіргізіп отырып. Жақынан көрсетпесін ба? Міне осылай бірінші тігіп шығамыз бәрін. Міне складкаларын жасадым, өте әдемі болып тұр. Енді осыны двухшовный юбкамызды бүйтіп 6 сантиметрден өлшеп аламыз. Біз бірінші етегінен бастаймыз тігуді. Мінекей етегінен бастаған кезде осы тігісті мына сызыққа қойып, осылай тігіп шығамыз. Прям тігістің үстінен. Кейін мына тігісімізді өз түстешпен тігесіздер. Мен сіздерге көрініп тұрсын деп істеп тұрғаным. Сол сызығын үстінен осылай тігіп шығамын. Жақын көрсетіп тұр сіздерге, жақсы көрініп тұрма. Қолдарыңызға осылай ұстап, екі жағын реттеп тігесіздер. Міне бір қатары бітті. Үсті бірінші алдыңғы бетін, кейін артқы бетін тіге бересіздер. Міне жеттік. Енді осы жерден қырқып тастаймыз. Мына жерден тізу қырқып алам бүйтіп. Міне. Қазір екінші бетін қалай тігетінін көрсетемін. Көрсеңіздер, осылай әдемі болып тұр. Өзіне түстес мата қоясыздар. Екіншісін осы жерге қойған кезде, міне, қойған кезде мынаны 1 сантиметрдей басып тұру керек. Міне, менікі басып тұру, көрініп тұрған сияқты, сіздерге. Енді осы жерден тігеміз біз бұны. Үстіп, бұны етек жағынан бастап осылай тігіп шығатын боламыз. Екінші сатысында біттім. Екінші қатарында. Мінекей көрсеңіздер, қандай әдемі болып тұр. Осылай төбесінде
енді менікі жетпей қалды, төбе жағында осылай тігіп шығамыз. Мінекей үшінші сатысында әрқайсысы 1-1 сантиметрден болса болды. Өте әдемі болып шығады. Бірінші осылай складка етіп, ұзын қылып 10 метрді 40-15 сантиметр ширинасы етіп, бүктеп бірінші осылай сборкалап тігіп аласыздар, мен көрсеткендей.